Міне, тағы бір күн артта қалды. Бірақ бұл күн бұрынғы күндерге ұқсамайды. Бүгін менің сөмкемдегі бақа емес, ішімдегі қорқыныш пен өкініш секіріп жүргендей болды. Майқанов апайдың талып қалғанын көргенде, жүрегім зорға соғып тұрды. Мен жай ғана ойнағым келген еді. Бірақ ол ойынның соңы анамның көз жасын айналарын білмедім. Анамның педсовет алдында төмен қарап, мен үшін ұялғанын көргенде, жер жарылып кіріп кеткім келді. Неге мен сондаймын? Неге менің тентектігім жақындарымды жылатады? Бәлкім жантас сияқты мұнтаздай таза, жағымпаз болмаспын. Бірақ мен мұндай қара көжелде болғым келмейді. Бүгіннен бастап бәрі басқаша болады. Менің атым Қожа. Жай ғана тентек бала емес, анасының үмітін ақтайтын әділетті адам болатын Қожабергенмін. Ертең мектепке басқаша барам. Дайындықсыз емес, жаңа мақсатпен, жаңа оймен барам. Сол бол тентек Қожа. Сәлем жаңа Қожа.